Мен әрқашан бар күшімді салып жұмыс істеуім керектігін білгемін. Бірақ үйге апарар жол кәсібімнің бір бөлігіне айналады деп мүлде ойламаппын. Менде жалпы басты жұмыс бұл фельдшер қызметі. Орал жедел жәрдем қызметінде жұмыстамын. Жалпы бала кезімнен бұл медицина саласына өте қызықтым. Кішкентай кезімнен. Мен 2019 жылы медициналық колледжді тәмамдадым жалпы. Содан бері осы жедел жәрдемде жұмыс істеп келе жатыр. Бізде жалпы әулетте медицина саласында қызмет жасайтын адамдар өте көп. Бізде как бұл атадан балаға қалып келе жатқан мұра ретінде қабылданады. Жұмысымда көп айтады, көп балалы әке деп. Себебі менде 7 қыз, 1 бала дүниеге әкелдім. Осы уақытқа дейінгі жұмыс аралығында жедел қызмет көрсету ол әр уақытта түсіп қалуы мүмкін, әр уақытта келуі мүмкін. 103-ке звондағанда әртүрлі жағдайлар түседі. Ал индрайв қосымшасында қаласам үйге барып демалам, қаласам басқа бір жерлерге соғалам, қаласам отбасыма көңіл бөлем, қаласам достарыма, ата-анама көңіл бөлем деген сияқты. Үйге келгеннен кейін ең бірінші есіктен қызым қарсылайды. Кішкентай қызым ол ана жақтан жүгіріп келеді маған, әке деп. Енді тілі енді шығып келе жатыр. Сол кезде күні бойы шаршаған, барлық сезімдерін сол жерде жойылады. Қызымды құшақтап, оны иіскеп, онымен ойнап, ары қарай мен демалып қаламын. Жалпы отбасымен бақытты өмір сүру, бақытты кездеріміз көп болуы, қызымның балалық шақтарын есімде қалдыру, осы өмірде өзіндік орын табуына көмектесу, сол мендегі мақсатым жалпы. Қызым туылғалы бері көп нәрсе өзгерді. Нағыз жауапкершілік пайда болды, өмірімнің мәнісі арта түсті. Фельдшердің айлығы жетіспейтіндігін жалпы түсінгенде басқа қосымша табыс көзін іздей бастадым. Екінші жұмысымда бір өте маңызды болғаны еркіндік қажет болды. Дәл осы үшін мен индрайв қосымшасын таңдадым. Колледжде оқып жүрген кезде 3-ші курста өзімде көлік болған жоқ. Мен оқу бітіргеннен кейін алдым тек қана көлікті. Сол кезде апамның көлігі болды, соны қосымшаға тіркеп, арасында айына 1 рет, 2 рет ол кісі машинасын берген кезде, көлігін берген кезде, сол қосымша арқылы ақша таптым. Одан индрайв қосымшасында отырып тапсырыс қабылдап, әртүрлі адамдарды жететін жеріне дейін жеткізіп тастау мен үшін өте үлкен қуаныш. Өзімді бір сондай бір жеңіл манағыдай өте жақсы сезімде боламын. Басты мақсатым әр кездескен адамға көмектесу, әр кездескен адамды жеткізетін жеріне аман-есен уақытында жеткізу. Оның да басқа біреуге жақсы көңіл күймен үйіне барса, ол да ары қарай біреуге көмектесе. Өмір бумеранг дейді ғой, бумеранг сияқты ол. Мен біреуге көбірек көмектессем, маған да сыртқы ортадан көбірек сондай көмек келеді. Ол мен оған нық сенімдемін. Рахмет индрайв, өз әділ таңдауыңды жаса.